Ассалаумағалейкум достар, Money KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге StockPublic деген сайтты көрсететін болам. Бұл сайтта ақша табу оңай. Ол үшін бар болған тек VK, Instagram, барлық соцсеттер керек. Қаншалықты көп болса, соншалықты жақсы деген ғой. Және шығаратын ақшаларын жақта выплаты. Kiwiге, енді основной қазақстандықтар Kiwiге шығарады. Kiwi бар. Кіру үшін регистрация жасайсыздар, оп-оңай. Менде өзімнің аккаунтым бар, сондықтан регистрация жасамаймын. Так, осылай достар. Оп-оңай. Так, достар, мен өз аккаунтыма кірдім. Мен 2 рубль тапқам. Егерде күнделікті 1-2 сағат уақыт бөліп тапсаңыздар, бір күнде 200 рубльға дейін табуға болады, шын айтам. Кейбір тактикалар бар, мысалы, зарабатывайтқа кіресіздер. Сол жақта тек кейбір адамдар VK-мен жұмыс жасаған оңай. Сондықтан, или YouTube-пен деген сияқты. Ана жақта өзіңіз таңдайсыз, ең қымбат заданияны орындап тастап тез табу деген сияқты. Және үстінде фильтрлар бар. Тек YouTube-қа подписка жасау, лайк жасау сіздерге оңай болса, солай істейсіздер. Және оны дәлелдеу үшін әр адамға скриншот жіберсеңіздер болады. Скриншот жібересіздер. Сосын адам сізге кейін өзі ақша төлейді. Өте оңай, былай түсінікті бәрі. Кейбіреулеріңіз де білетін шығарсыз. Бірақ мен сонда да айтуым керек. Ана жақтан жасыл қызыл болып тұр ғой, ең шетте. Сол мысалы 102 адамға төленген деген үшін заказ берген адам честный ма, честный емес пе, өтірік істемей ма деген сияқты. Жақта не задание, видеоны көргенде түсіріп жібер деген сияқты сондай талаптар қояды дәлелдеу үшін де. Өте оңай, кейбіреулер даже қоймайды. Тек ішіне кіріп, лайк басып, комментарий жазып кетесіз. Оңай. Не финансыға кіресіздер шығару үшін, және вывести средстваны басасыздар. Менде PR кошелегім тіркеліп тұр. Және күніне тек 3 күнде бір рет шығарасыздар тек. Ол тек новичоктарға, ал егерде грандмастерге жетсеңіздер, сіздер сразу шығасыздар. Және әр ай сайын осындай конкурс ұйымдастырады. Осы ішіндегі ең көп ақша тапсаңыз, сізге бірінші орынға 500 рубль береді деген сияқты. Так, міне достар, екінші приложение, оның жұмысы да дәл сондай. Бірақ мынаның сайты кішкене әдемірек, кішкене жұмыс жасаған келіп кетеді, цветіне қараған кезде. Жақта да тек қазірше основной жақта VK-мен тапсаңыздар болады. Минимальный сумма шығаруға 50 рубль. Ал сіздің реферальная программа. Сіз өзіңіз достарын шақырсаңыздар, қанша табуға деген сияқты есептейді. Примерно. Так, слай. Және де регистрация жасайсыздар. VK-мен істесеңіздер де болады. Менің әдеттегідей уже аккаунтым бар. Қазір кіреміз. Так, достар, міне кірдік. Кірген бойда міне уже задание тұр екен. Сабина Грим деп. Записті тек қарау керек. Выполнить басасыздар. Кішкене 5-10 секунд тұрасыздар да. Проверить істейсіздер. Тексер деп. Кішкене бір 5 секундтай тұрасыз. Сосын ішіне кіріп проверить істейсіздер.
Все, задание орындалды. Өте оңай. Және достар 5 задание шығып тұрына қараңыздар. Бәрін қосқанда примерно 1 рубльға жетеді. Так, мен ұзақ созбайым, тез өткізіп тастаймын. Так, достар, міне мен жаңа 5 задениені тез орындап тастадым. Мінекей, айтып тұр сіздерге қалай көп задание алуға болады деп. Көп аккаунттарыңызды тіркеп қойыңыздар. Және қаланы, еліңізді сонда тіркеп қою керек. Сонда көп задание береді. Және ақша шығаратын заттар вывод жасауға. Біздің қазақтарға киви оңай ғой, киви жасайды. Және 50 рубль болады минимум. Так, достар, осылай 3-ші сайтқа да келіп жеттік. Бұл үшеуінің де жұмысы бірдей ғой. Жалпы егер сізде ноутбук или компьютер болса, осы 3 сайттан бірдей задение орындай берсеңіздер, сразу бір күнде 500 рубльға дейін табуға болады. 3 сайтты бірге ашып қоясыздар да әрқайсына тиісіз бір задание уақыт өткізіп, 1 сағатта нормально ақша тауып соғады, сөйтіп бір айда как раз карантин. Так, достар, сағат берем. Өзімде қолданамын осыны. Сол үшін сразу астындағы ссылкаға кіреміз. Тастап кеткен. Тағы да достар, регистрация жасаймыз. Менде уже аккаунт бар. Так, міне мен аккаунтыма кірдім. Маны 667. Ал менде қазір 0, мен бірінші рет кіріп тұрмын, сразу сіздерге көрсетіп. Поиск задачты басасыздар, жұмыс істеуге. Бұл жерде мана сок паблик сияқты заданиялар. Жақта основной телеграм екен көрдіңіздер ма? Телеграмға каналына тіркелу деген сияқты оқыңыздар. Қараңыздар достар, қарайған задание тұр. Әне подписаться на канал дейді. YouTube каналға тіркелу. Зандай задание 1-2 рубльға. Мәне 2 ай бойы тұру керек. Подписки және. Ал отчет беру үшін скриншот или никті жазып кетесіздер. Мен орындап отпаймын, сіздер и так білесіздер, оп-оңай. Қысқаша түсіндіріп кетем. Көріңіздер ғой достар, қарайған задание бір күннің өзінде. Күнде осылай заданиялар келіп тұрады, оп-оңай. Так что описаниедағы ссылкаға кіресіздер. Ал және шығаратын выводқа келетін болсақ, партнерская программа. Сіз өзіңіз дос шақырсаңыз, мысалы досыңызды, класстарыңыздағы, оның тапқан ақшасының 25% табасыз. Ал шығаратын болсақ, міне вывести. Киви бәрі кәдімгі, как обычно киви қазақтар. Басқалар комиссия кішкене көп, еще ыңғайсыз шығару. Және достар, шығарған ақша как минимум 3 күн тұрады. 3 күннен кейін келеді. Так, осылай достар, сау болыңыздар. With